Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздермен Нұрти YouTube каналы. Бүгін біздер игра в кальмаре шын өмірде қандай болған жеткізетін боламыз. Осы видео басылмай жатып тіркеліп лайктарыңызды басып қойыңыздар. Себебі соңғы видеоларымда 99% адам тіркелмей қарайды. Сондықтан да қазақ бауырларыңызды қолдау сіздерге қиын деп ойламаймын. Игра в кальмараның шын өмірде қандай болғанын жеткізіп берейін. Игра в кальмаре өте тамаша кино болып табылады. Себебі екінші маусымы бірінші маусымнан ешқандай кем түскен жоқ. Біз бәріміз білеміз, кімнің кім болғанын, кімнің қандай өмір кешкенін көрдік. Бұл сериалдың негізі 50 жыл бұрын оңтүстік Кореяда болған шынайы оқиға жатыр. Мұнда кездейсоқтық емес, бірақ шығарманың идеясының түп тамыры жатыр. 1970 жылдары оңтүстік Корея үкіметі қаладағы кедейлер мен көшеде жүрген адамдардың көптігін қатты алаңдай бастады. Бұл олимпиадаға дайындықпен байланысты бар деген болжам бар. Себебі билік қоғам алдында ұятқа қалудан қорықты. Осылайша адамдарды көшеден алып, ағайындар үйі деп аталатын мекемеге жіберді. Бұл мекеме әлеуметтік көмек көрсету орны ретінде көрсетілмеген. Бұл мекемеде әйелдер, еркектер, отбасы мен жалғызбастылар, әр жастағы балалар, сәби мен жасөспірімдер. Неге? Әрине ақша табу және кедейлерге қатысты қатыгездікпен әрекет ету үшін. Пойманыс адамдар жұмыс істеп әртүрлі зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Зорлық-зомбылық нәтижесінде дүниеге келген балаларды, сондай-ақ шетелге сатылғандарды да қоса қатыгездікпен алып кеткен. Бұл барлық оқиға заңмен бүркемеленген. Онда қоғам мен денсаулығын жақсарту және кедейлерге көмек көрсету қажеттілігі айтылған. Бұл жағдай 10 жылға созылды. 1987 жылы құрбандардың туыстары мен жақындары үкіметке үндеу жасағанмен, бұл ешқандай нәтиже бермеді. Бәрі бірін қорғады. Тек 2022 жылы осы жан түршігерлік трагедияны зерттейтін арнайы топ құрылды. Және олар ағайындар үйінде 657 адамның қаза болғанын анықтады. Бұл тек табылған денелердің саны. Бұл қорқынышты пирамиданың басында тұрған басты қылмыскер Пак Ин Гын ақырында 2,5 жылға түрмеге қамалды. Бірақ адам құтқаратын бұзу немесе жаппай қылмыс жасаған үшін емес, ұрлық пен сыбайлас жемқорлық үшін, яғни шын мәнінде ол ешқандай жазасыз қалды. Интернетте тірі қалғандардың бірнеше шағын сұхбаттарын табуға болады. Бірақ бұл оқулар әлсіз жүйкесі бар адамдар үшін емес. Сондықтан оны өз қалауыңызбен оқыңыз. Сонымен қатар сол жерде спорттық киімдер киген адамдардың бірнеше суреттері сақталған. Олар сериядағы кейіпкерлерге ұқсайды. Бұл трагедиялық оқиға оңтүстік Кореяның тарихында айтарлықтай қара қалдырды. Бірақ ол көп уақыт бойы назардан тыс қалды. Тек 2022 жылы ғана арнайы тергеу тобы құрылған соң бұл жан түршігерлік оқиғаның толықтай масштабы ашылды. Өкінішке орай ағайындар үйіндегі жағдайлар қоғамның өзінен де жасырын болды. Осы уақытқа дейін ешқандай ресми тексерулер мен ашық тергеулер жүргізілмеген. Ондай жағдайларда қоғамдық билік көбінесе өзіне қарсы куәгерлер мен зиянкестерді қорғайды. Себебі олар да жүйенің бір бөлігі ретінде әрекет етеді. Осылайша мен сіздерге игра в кальмаре шын өмірде қандай болған жеткізіп бердім. Сондықтан арнама тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Келесіде осындай видеолар көргілеріңіз келсе, тіркеліп қойыңыздар.